Сәлем достар. Бүгін үйде пияз қалмай қалыпты. Сөйтіп фаршқа сәбіз қосып жасап жатырмын, котлет. Бір жұмыртқа, аз ғана май. Жұмыртқа болмаса, мен обычно жұмыртқа да қоспаймын. Сіздерде қалай, интересно? Сіздер де осылай жасайсыздар ма? Үйде бар затпен. Мен осы пиязы жоқ котлетімді жасап жатып, әңгіме айта берейік, мен андай теманы қозғағым келіп жатыр да. Айтады ғой, қазіргі кезде барлығы әйелдерді кінәлай бастады дейді ғой. Ұрса да соқса да әйел кінәлі, ішіп шексе де әйел кінәлі дейді ғой. Негізінде айтатыным, мен бұл жерде кінәлі деймін, айтқым келгені негізінде барлығы әйелге байланысты. Яғни мен ол тұжырымдармен келісемін, негізінде ше барлығы әйелге байланысты деген. Енді барлығы демейміз, конечно же, бұл жерде Алла тағаланың да берген сынақтары арада бар ғой. Бұл жерде андай общий, әр адамның несі индивидуальный ғой. Әр адамның жағдайы индивидуально қарастырылады. Бірақ андай айтқым келгені андай неда, жалпылама мағынада негізінде әйелге байланысты. Шынымен де әйелі қазақтарда бекерден айтпайды ғой, шынымен ата бабаларымыз өте не болған ғой, білімді болған ғой. Ертең бекер айтпайды да, әйел адам күйеуін көрге де сүйрейді, төрге де сүйрейді. Например, еще әйел адам бір қолымен әлемді тербетіп, бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Ол тұжырымдармен мен толықтай келісемін. Это действительно так, потому что қарасаңыздар, әйел адам, яғни бұл жерде мағынада андай да, Алла тағала әйел адамға сондай күшті бір андай физический күш емес, духовный күш беріп қойған да, сондай бір күшті күш беріп қойған, что ол бүкіл үрім бұтағына дейін, тұқымдарына дейін әсер ете алады. Сол күші еще ана әулетке сен келін болып барасың, бүкіл әулетке әсер ете аласың да. Сенің бір айтқан сөзің, например, андай ата-енеңмен күйеуіңді де достастыра алады, немесе туыстармен де ажыратып тастай алады да күйеуіңді. Представляете, қандай сен күшті әйелсің. Бұл жерде айтқым келіп тұрған, сен күштісің. Әйел адам күшті, әйел адам мықты, яғни әйел адам еще андай не күшті, мықты, и әйел адамда да сол мәселенің шешімі жатыр да. Яғни бір жағдай, бір проблема болып жатса, сол проблеманың шешімі әйел адамда, яғни басқа біреуде емес. Әйел адамда да ол Алла тағала сондай күшті, мықты ғой, ол деп духовно мықты, и бір жағынан нәзік жанды. Қалай Алла тағала сондай екі нәзік и мықты нәрсені бір әйел адамға салып қойған? Представляете, ол қандай? Мен соны ойлаған кезде мен мықтымын, еще соның нәзіктігіммен мен мықты болып тұрмын да. Сондай Алла тағаланың сондай нәзіксің да, сондай күшті бір не беріп қойған бізге деп ойлайсың да. И это действительно так же. Сол үшін барлығы әйел адамға байланысты. Әйел решение, бір проблема болса, соның шешімі әйел адамда жатыр. Бір сөз алды, яғни әйел адамда андай дана, оқымысты болу керек, чтобы ол андай балаларына да ілім тәрбие бере алатындай. Еще күйеуімен, ата-ене, туған туыстарымен ұрыспай таласпай, бір жерде сөйлеп, сөйлемейтін жерде үндемей қалу, яғни бұл жерлерде по-хитрому, алдап-сылдап деген сияқты. Әйел адам сондай болу керек та. Мен әйел әңгіме бітпеді, екінші видео түсіретін сияқты.